Мен енді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 3-ші курс студентімін. Қазіргі таңда Жамбыл атындағы қалалық кітапхананың кітапханашы қызметінде жұмыс жасаймын. 7 айдың көлемінде болып қалды. Әрине, алғашқыда студент ретінде қаржы жеткіліксіздігі болғаннан кейін қосымша жұмыс жасайын деген мақсатым болды. 2 жыл бойы 3-ші курсыма дейін біршама өзімде Казудың кітапханасында отырып, қосымша ізденіп, кітаптар оқып, әдеби кітаптарды парақтап, жазушылармен кездесіп, біршама әдеби ақпараттар, материалдар жинап, рухани қорымды байытып алдым деп ойлаймын. Сосын кеудемде жиылып қалған нәрсені қалайда шығару керек болды. Әрине, ол қоғамға пайда беру тұрғысынан да, немесе бір адамға кеңес беру, оның бір қажеттілігін өтеу тұрғысынан да болуы мүмкін. Сөйтіп мен осы кітапханада 7 айдан бері қызмет етіп келе жатырмын. Алғашқыда жаңа айтқандай қаржылай мәселелерге байланысты кіресің ғой. Бірақ мен одан кейінгі ойланғаным, мен кітапханада қазіргі таңда ағартушылық қызметте жүрмін деп есептеймін өзімді. Өйткені кітапханаға күніге 400 оқырман келсе, мен соның күніге 20-30 минут сөйлесемін міндетті түрде. Сол 20-30 адаммен әдебиет, мәдениет, руханият, тағы да басқа тақырыпта әңгіме өрбітеміз, пікір өрбітеміз, ой санасамыз дегендей. Сол уақытта 1-2 адамға болсын 20-30 адаммен сөйлессем, соның 1-2-еуі, 3-4-еуі менің айтқан нәрселерімнен ой қорытып, немесе кітап оқып, өздерінің кемелденуіне, немесе кітап оқуына пайдам себін тиіп жатса, соған мен өзімнің ықпалым барына соншалықты қуанышты болып, өзімді кешке үйге барып, жатақханаға барып жатқан кезде бақытты сезініп жатамын. Ол шынында да былай қарап тұрсаң, қарапайым нәрсе болып көрінуі мүмкін. Бізге кітапханашының еңбегі қарап тұрсаң білмейді ғой, бұлар ресепшнда отырып қояды, немесе кітап сұрайсың, тауып әкеліп бере салады дегендей. Бірақ та бұл кітапхананың ішінде жұмыс өте көп. Оқырмандармен жұмыс жасайсың, кітап тіркейсің, кітап іздейсің, кітаптың дәрігерісің, кітапты емдейсің дегендей. Өте хирургиялық, археологиялық жұмыс істесем де болады, былайша айтқанда. Хирургиялық деген кітап емдейміз, жыртылып қалады, суға түсіп кетеді, кейбіреулер бүлдіріп келеді. Ондай оқырмандар бар енді. Олардың кітаптарын іздейміз, немесе археологиялық деген кітаптарды іздейміз, ішіне материалдар іздейміз. Оқырмандар мысалы ғылыми жұмыс жазу керек болады. Жүргеновтен кісілер келеді, мәдениет үйінің кісілер келеді, біз осындай қойылым қойғалы жатырмыз. Осындай кітаптар, осындай бар ма дегендей. Солармен әңгіме өрбітеміз де, бәлкім осындай бағытта қойылым қойып көрсеңіз қалай болады? Осындай бағытта ғылыми жоба жазып көрсеңіз қандай болады? Қазақ әдебиетінде, қазақ тарихында, қазақ географиясында осындай нәрсе зерттелмей жатыр. Осыны көріңізші, мына кітапты оқып көріңізші дегендей өзіміздің кеңесімізді білдіріп, кейде шама шарқымыз жеткенше пайдамызды тигізіп жатамыз. Енді әуелі Құдайдың ықпалы, сосын себепші болармыз бұл салада. Кітапханашы дегенім меніңше бұл да бір педагогтық қызметтің бір саласы. Қарап отырсақ, жаңа айттым ғой, есектің еңбегі адал ет арам дейміз ғой. Кітапханашының еңбегі көрінбейді. Ол ішкі жақта болып жатқанын біз байқамаймыз. Сырттан томпыша береміз, ой мұндай, ой сондай деп. Бірақ тағыны кітапханашының ісі ол қоғамды алға жетелеуде, қоғамды ағартуда, қоғамға педагогикалық қызмет көрсетуде алдыңғы саптағы мамандықтардың бірі. Мен енді осы салада өзімнің қызмет етіп жатқаныма, өзімнің еңбек жолымның осы кітапханашылық істен бастағаныма соншалықты бақытты санаймын, және өзімді абыройлы сезінемін осы абыройлы қызметте қызмет етіп жатқаныма. Педагогика десек, біз тек қана оқу ағарту саласын, білім, немесе университетте оқытушылық қызметті айтып жатамыз. Дегенмен де мына кітап оқытушы аудиторияда сабақ береді, кітаптарды ұсынады. Осы кітаптарды тауып алыңдар, кітапханадан қараңдар деп. Ал енді ол студент немесе оқушы кітапханаға келгеннен кейін ол оқушымен жұмыс жасайтын кім? Әрине кітапханашы. Кітапханашы өз ісіне сақа маман болса, және де әдебиетке, кітап ісіне деген титтей де иненің жасуындай махаббат болса, ол әрине өзінің алдына келген оқырманды міндетті түрде ойландырып шығарады, ағартады, сауаттандырады. Мұғалімдік қызметтің бір пұшпағында иеленіп жүрген кітапханашылық мамандық. Оқушымен жұмыс жасау, студентпен жұмыс жасау тек қана мұғалімдердің, оқытушылардың ғана қызметі емес, бұл кітапханашының да қызметі. Кітап тауып бересің, одан кейін оның үшін ақпараттар іздейсің, бірге тіпті ғылыми жұмыста жазысасың кейде. Ондай да сәттер болған. Осы тұрғыда кітапханашының істері адалынан жүріп жатыр қазір таңда. Президентіміз кітапхана мәртебесі, кітапханашы туралы мәртебе, кітапханашы туралы заң қабылдады ғой. Енді кітапхана ісіне қазір таңда жақсы көңіл бөлініп жатыр. Өзіңіз көріп отырғандай, кітапханамыздың іші жап-жаңа, барлық керек жарақтар қамтамасыз етілген, компьютер, Wi-Fi бар дегендей. Оқырмандар өздерінің жұмыстарын емін-еркін беймарал отырып істей береді. Бұл дегеніміз
кітапханадағы жүйелі жұмыстың алға қойылуынан. Қазір таңда біздің кітапханамызға күніге 500-ден аса оқырман келеді, 500-ге дейін. Біз олар 24/7 жұмыс жасайды, күнімен түнімен күніге сол 500 оқырмандай қабылдаймыз. Әрқайсысымен жұмыс жасаймыз, өзіміздің қызметімізді көрсетеміз, және тағы да басқа мәдени іс-шаралар ұйымдастырамыз, әдеби іс-шаралар ұйымдастырамыз. Бұның бәрінде кітапхана ісі, кітапханашы мамандарының жұмысы, еңбегі жатыр астарында. Мен Алмалы районының номер 67 қазақ орта мектебінің кітапхана меңгерушісімін. Мен өзімнің бірінші мамандығым Қазақ политехникалық институтының инженер-геолог мамандығы болған. Кейін осы кітапты оқып, қызығып, кітапханашылық жұмысқа ауысқым келді. Содан кейін мен екінші мамандығым жемпиді бітіріп, кітапханашы болдым. Енді менің басты міндетіміз оқушыларды қызықтыру, кітапханаға ынталандыру, кітапханаға келуге. Солардың қасиеттерін жақсы, отаншылдық, патриоттық, адамгершілік, адамдарды бірін-бірі сыйлап, құрметтеу, кітапқа деген қызығушылықты арттыру негізі міндетіміз. Енді қазір заманда айтып жатады, оқушыларды ешқандай кітап қызықтырмайды деп. Мен олай айта алмас едім. Оқушылар өте жақсы келеді, қызығады, оқиды, өздерінің ойларын толық айта алады. Бірінші класстан 4-ші классқа дейін основной ертегілермен әңгімелерді оқиды. 5-ші класстан жоғары уже мектеп программасына байланысты оқулықтарменен, әдеби кітаптармен, қазақтың классикалық әдебиеттеріменен қызықтырады, соларды келіп оқиды. Енді кітапхана дегендер мәдениеттік орта, мына оқушыларда, мұғалімдерде өте жиі келеді. Мұғалімдер де өздерінің білімдерін арттыру үшін осы жерден келіп әдістемелік құрал алып, солармен дайындалып, балаларды ынталандырады кітап оқуға. Енді кітапхана модернизация жасалды, 8 компьютер, ноутбук қойды. Сол ноутбук арқылы балалар қазір енді заманның сұранысына байланысты көп кітаптарды, жаңалықтарды сол жерден алады. Бәрі интернетке қосылған. Енді біздің оқушылардың ең бір жетістіктері кітап KZ деген сайт бар. Сол сайтта бүкіл оқушыға өздерінің кодтарын беріп, тіркеп, соған қойдық. Әрбір оқушы кез келген уақытта үйінде отырып, телефоннан сол кітапты, кез келген кітап, оның ішінде бәрі бар. Ертегі де бар, әңгіме де бар, қазақтың классиктері де бар, фантастика да бар, өздері қалып оқи береді. Соны біз былай қарап тіркеп отырамыз, кім аптада қанша кітап оқыды екен, қай класс қанша оқыды деп, сынып жетекшілеріне айтып, сіздің балаларыңыз аз оқып жатыр, мына бала көп оқыды, сөйтіп айтып қоямыз. Кітапты оқу үшін енді ата-ананың да үлесі тию керек, сынып жетекшілердің де қолдауы болу керек. Енді балалар келеді, өңде мынау сынып жетекшілер жақсы қолдап, балаларды өздері алып келіп, бастауыш дейді. Соны көрсетеді, қалғандар өздері одан кейін қызығып, кәдімгідей таласып, не болса, қоңырау болса, келіп, бәрі қызығады, оқиды. Өзіміздің жылдық жоспарымыз болады. Жылдық жоспарда кәдімгідей 1-4 жастан қандай жұмыс істейміз, 5-тен 9-ға дейін қалай, 10-нан 11-ге дейін қандай жұмыс істейміз деген, қандай оқулықтармен жұмыс істейміз, қандай конференциялар өткіземіз, түрлі атаулы даталарға кездесулер болады. Оқушылар конференциясы болады. Олар оқушылар с удовольствием бәрі қатысады. Ұйымдастырамыз, өзіміздің планымыз бар, кәдімгідей ұйымдастырылған. Әрбір класс жетекшіменен келісіп, біз осылай өткізсек қалай болады, былай өткізсек қалай болады, заранее жылдың бітейін жатқан кезде, май айында уже біздер программа келесі жоспар жасап, дайындап қоямыз. Соны директор бекітеді, сол бойынша жұмыс істейміз. Оқулықты айтатын болсақ, оқулық 100% қамтамасыз етілген. Жылдың аяғы бітіп жатқан кезде біздер сұраныс береміз. Сол бойынша жаз бойы оқулықтарды әкеліп береді, тендер арқылы алады да, өздері әкеліп береді. Сонымен біз тарқатамыз. Ондай оқулық іздеп, бір шаршап, қиналып, ондай жағдай жоқ, бәрі жақсы. Бұрынғы кездерде болған оқулықтарды бір мектепке әкеледі,
сол жерге өзің барасың, өзің бөлесің, өзің ақша нетіп шығарып транспортпен алып келесің. Жоқ, біз осы 10 шақты жыл болды, ондай жоқ. Бәрін үкімет өзі жағдайын кітапханалардың өте жақсы жасап жатыр. Енді жақсы, қазір мына 1 январдан бастап осы жылы 25%-ке көтерді. Бұл енді кішкене действительно аз да болған, мұғалімдерге алғанда өте төмен. Қазір көтерді. Енді осы жақын арада тағы айтып жатыр, қалалық мәслихаттың шешіміменен, Алматы әкімінің шешіміменен кітапханашыларға, бүкіл педагогтан басқа бүкіл осы жұмысшыларға, соцпедагог, психологтар бәріне 30%-тен қосайын деп жатыр. Мен осы өзіміздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. 1996 жылы филология факультетін тәмамдағанмын. Біздің Әл-Фараби кітапханасында мен 2012 жылдан бері жұмыс істеймін. Басында кітапханашы менеджер қызметіне орналастым. Одан кейін бас кітапханашы менеджер атандым. Енді былтырдан бері 2 жыл өзім филология бойынша, орыс филология бойынша магистратураны сәтті аяқтап, содан кейін осы кітапханасы бойынша директордың орынбасары қызметін атқарып жүрмін. Бұл жұмыстың артықшылығы неде? Өзіме бұл жұмыс ұнайды. О баста абитуриент кезімде осы филология факультетіне салмасам не істеймін деген кезде өзім медальмен бітіріп отырсам да, енді мүмкін болды осы өзі түспей қалуым. Сонда мен ойлайтынмын, не кітапханаға жұмыс істеймін, немесе почтада жұмыс істеймін. Енді кітапханаға түссем, кітапханада не үшін жұмыс істеймін, ол жерде кітап оқимын, ал жаңағы почтада газет оқимын деп. Енді сол тағдырдың несімен енді қанша жыл өткеннен кейін жаңағы жұмыс бабымен осы кітапханаға ауыстым. Енді әдеттегідей 1-ші курста енді барлығы дерлік келеді кітапханаға. Ал бара-бара көбісі енді цифрлық форматқа қызығады. Өзінің қызығы да, өзінің шыжығы да бар. Енді бәрінде кітапханада тек кітап берумен, кітап қабылдап, кітап беріп, сондай қызмет көрсетеді деп. Негізі кітапхана өте заманауи кітапхана, ондай емес мүлдем. Бізде толыққанды цифрландыру жүргізіп жатыр, кітаптарды электрондық форматқа ауыстырып жатыр, онлайн қызметтер жасаймыз. Сосын барлық жағдай білім алушылар мен ғалымдарға жасалған. Солардың кез келген жаңағы өтінімі, кез келген мысалы талабы, кітап бойынша сұранысы қанағаттандырады. Сол бағытта негізгі жұмысымыз.